Біздің дәуіріміз және біз өмір сүріп жатқан күндер өте күрделі уақыт. Күрделі деп айтатын себебіміз, біз көптеген қиындықтар мен мәселелерге тап болдық. Инфляция өсіп жатыр. Бірнеше жыл өтсе де, әлі аяқталмай келе жатқан пандемия, уайымдауға да, алаңдауға да, үнемі мазасыздануға да себеп көп. Бірақ осының бәрі біздің санамыздағы әдеттерге байланысты туындайды. Ақылымызды жаманға емес, өміріміздегі жақсы нәрселерді ойлауға үйретуіміз керек. Осы кезде сіз маған былай деуіңіз мүмкін: мәселе осында, Джон, қазір менің өмірімдегі жақсы нәрселер шамалы ғана, деп. Бірақ сіз қателесесіз. Шын мәнінде, егер мұқият өміріңізге қарасаңыз, онда көптеген жақсы нәрселер болып жатқанын байқайсыз. Сіз үйлендіңіз бе? Әлде тұрмыс құрдыңыз ба? Бақытты отбасыңыз бар ма? Егер солай болса, бұл жағынан сізде бәрі жақсы. Балаларыңыз бар ма? Олармен бірге уақыт өткізуге мүмкіндігіңіз бар ма? Онда бұл да қуанышқа себеп емес пе? Деніңіз сау ма? Көзіңіз жақсы көре ме? Иә, менің көзім өте жақсы көреді, Джон. Ендеше, бұл да қуанышқа себеп қой. Ал есту қабілетіңіз ше? Естуім де жақсы, Джон. Онда бұл да қуанышқа себеп. Сіздің достарыңыз бар ма? Әрине, достарым бар. Бұл да қуанышқа себеп. Сіз көшеде түнеп жүрсіз бе? Көптеген адамдар жоқшылықта өмір сүреді. Сіз де жоқшылықта өмір сүресіз бе? Жоқ. Онда бұл да қуанышқа себеп. Сіз бүгін тамақ іштіңіз бе? Сіз таңғы ас, түскі ас және кешкі ас ішесіз бе? Үйіңізде әрдайым ас ауқат бар ма? Бұл да қуанышқа себеп. Осы жерде сіз тағы да: иә, бірақ бұл деген ең қарапайым әдеттегі нәрселер ғой, Джон, деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ егер олар ең қарапайым әрі басты нәрселер болса, неге сіз оларды байқамайсыз? Неге ол үшін ризашылық сезінбейсіз? Мәселе мынада: өміріңіздегі қарапайым нәрселер үшін ризашылық білдіретін болсаңыз, ризашылық деген бұл табыстың вибрациясы, және ол табыстың негізгі факторларының бірі болып табылады. Сіз осындай табыстың энергиясымен көбірек вибрация жасайтын болсаңыз, сол энергияны өзіңізге көбірек тартатын боласыз. Табыстың өзі бұл энергия, бұл тербеліс. Өміріңіздегі күнделікті қарапайым нәрселер үшін ризашылық сезініп, оны білдірген кезде, сіз табыстың вибрациясын тудырасыз. Ежелгі бір мақал бар: табыстан артық табыс әкелетін ештеңе жоқ. Сондықтан егер өміріңізге назар салсаңыз, шынында да онда алғыс айтуға тұрарлық нәрсе көп екенін көресіз. Әрі өміріңіздің бірқатар бағыттарында да табысқа жеткеніңізді аңғарасыз. Сіз тек мұның бәрін әдеттегідей, өзінен өзі болатындай қабылдайсыз. Мұны әдеттегідей қабылдауды тоқтатыңыз. Ризашылықпен жұмыс істеңіз. Күн сайын алғыс айтуға болатын бір нәрсені, өміріңіздегі бір жақсылықты, бір жақсы жүріп жатқан өміріңіздің бір бағытын табуға тырысыңыз. Осылай жасайтын болсаңыз, сіз табыстың вибрациясын тудырасыз. Ал егер керісінше жасасаңыз, жүрмей жатқан, болмай жатқан нәрселерге назар аудара беретін болсаңыз, онда үнемі қорқыныш пен мазасыздықты сезінетін боласыз. Ал қорқыныш пен мазасыздық бұлар да вибрация. Бірақ мұндай вибрациялар сізге дәл сондай мәселелерді ғана тартатын болады. Сананың күш-қуаты қалай жүйелі түрде жұмыс істейтінін, ойыңызды қалай басқару, бағыттау керектігін түсінгенде, түп сананың әрбір мезетте осы энергияға, осы вибрацияға қалай жауап беретінін ұққан кезде, сіздің міндетіңіз ойыңызды өміріңіздегі жақсы нәрселерге, дұрыс жүріп жатқан нәрселерге ғана бағыттау болып табылады. Дегенмен, бұл дұрыс жүрмей жатқан нәрселерден қашу деген сөз емес. Бірақ оған әр минут, әр сағат, әр күн бойы шағырланудың қажеті жоқ деген сөз. Сіз өз санаңызды тек өзіңіз таңдаған ойларды ғана ойлауға үйрете аласыз. Міне, сананың күш-қуаты жүйесінің негізгі принципі осында. Біз өзіміз таңдаған ойларымызға креативті қарауымыз керек. Неге? Себебі бірінші заңдылықта ой бұл шынайы күш деп айтылған.